барлығын қырып тазалағанды, бірлақ мына бір сайдың ішіне әкелгенде бәрін төге берген. Өз мына сайдың шығыс кезінде бірдеңе болған ғой деймін. Осы түгел алды. Осының бәрін тазалап шығарып, түзеп, қайшы завод түгел тазалап, мына жерде шығарып, қоршау жасап жатыр. Сол үшін мына жерде қазір мына крахмал сырный заводтың жері осы жерге елдер тастап жатыр. Мына енді ауылдың шеті болғаннан кейін қазір енді өздеріңіз білесіздер, балалар ойнайды, жүгіреді. Мына жерде енді барлық нәрсені тауып алуға болады. Тіпті дәрі-дәрмектерде, инелердің түрлі несі де жатыр. Енді өкінішке орай осы елдер осы ауылдың шеті болғаннан кейін түні кеп тастап тастайды. Оған жұмыстарын жүргізіп жатырмыз енді. Тазалық. Қазір мына жақтарды өздеріңіз қарасаңыздар, көрсеңіздер болады. Бәрі ана жақтарда қазір иттердің өлгені жатыр, жүндері жатыр. Міне лақтыра береді. Мына енді бұлағара итерген ғой, мыналарды қоқыстарды мына жаққа қарай. Мына итеріп. Мына өз сай болғанда осы жаққа қарай тегістеген сияқты ғой. Тегістеп мына жерді түзейміз деген пасшын заводының жері бұл. Полностью шығарамыз деп біздер айтқан. Яғни бүгін ескерту бересіздер ме, әлде учаскелік инспектор арқылы шығасыздар ма бұл жаққа? Ескерту хат жазылған, ол алдында. Қазір тағы ескертеміз. Ескерту берсе, онда айыппұл салу керек қой, екінші рет. Айыппұл енді участковыйға жібереміз. Сол тазалықтың жерді тазалтамыз өздеріне қазір. Кіріп. Бұл жер тазаланғаннан кейін бізге фото, видео есебін жібере аласыздар ма? Жібереміз, міндетті түрде жібереміз. Жақсы, олай болса.